Білесіз бе, көп адам айтады да, қартайып кеттім, бетлерімде дақ бар, бетлерімде үгіреларым бар, бетлеріме жер түсіп кетеді дейді. Бақыт пұлда емес, бұл біздердің ішеклерімізде. Яғни біздің ішеклеріміз 90% бақыт гормонын істеп шығарады. Серотинді бақыт гормонын істеп шықса, бізде жасару процесі, ұзақ жасау процесі болады. Стресс болмайды, мысалы. Енді бұның емі қандай? Емін тауғанбыз біз, бұл қарын массажы. Яғни біз қарынға массаж, бірінші қолмен жақсылап массаж істеп аламыз. 3 түрлі функцияда біз қарынды жақсылауымыз мүмкін. Біріншісі қол массажымен істейміз, істеп ультрафонапарез аппараттың жәрдемінде емлейміз. Бұл не қылады? Ішектегі аязларды, ішектегі желді, ішектің ісінуін жақсылап, кариестерге де жақсы, ішектің айланысын жақсылайды. Екінші аппаратымыз бұл трендтағы күміс қолғап. Күміс қолғаптың да функциясы сондай. Бұл ішеклердегі тек аязларды, желлерді емес, қуықты, маткінді емдеп береді. Ультрафонапарез аппараты да біздің күміс қолғабымыз сондай. Бірінші содан алдын қолмен массаж істеп аламыз. Демек, сізде ішеклерде жақсы айланыс болса, ішеклердегі аяз, ішектегі желлер, ішектегі ісулер кетсе, оның менен біргелікте қуықтағы, трубадағы аязлар емленсе, демек сізде жасару процесі пайда болады. Жасару, хүрметлі аяллар, хүрметлі еркеклер, әммесі өзіміздің қолымызда. Сол үшін келің, әмме филиалларымызда бұл процедуралар бар. Қарын процедурасын сіз 7-10 сеанс алың, һәм қарыннан құтыласыз, һәм ішеклер системасын жақсылайсыз. Көп танысыларым айтады, сенің бұрын беттеріңде дақлар, жирықтылар бар еді, қалай кетті дейді. Һәм мен ішеклерімді тазаладым, ішеклерге қарыларға массаж істедім, һәм ішеклер, һәм беттеріңе қарады, һәм қарын кетеді. Осы имканиятлардан пайдаланып қалың.